Ассалаумағалейкум, құрметті қазақ елі, қадірлі жамағат. Келе жатқан қасиетті 12 айдың сұлтаны Рамазан айы баршамызға құтты да берекелі болғай. Қазақстан мұсылмандары діни басқармасының төрағасы бас мүфтиіміз Наурызбай Қажы Тағанұлы Хазіреттің бастамасымен ислам және дәстүр құндылығы жылында дін мен дәстүр бағыты аясында жарапазан айту эстафетасын Шымкент қаласының өкілдігінен қабыл алып, Жамбыл облысының өкілдігіне жолдаймыз. Ассалаумағалейкум мұсылмандар, ойының хақ жолына ұсынғандар. Құтырлап отбасына бағынарсың, Құдайым қабыл етсе ісің оңдар. Атыңнан айналайын хақ пайғамбар, Алладан әмір келсе жақпайланар. Аллаға тіршілікте құлшылық қыл, қара жер өлгеннен соң тақтайланар. Балалардың мінгені жорға тай болсын, жорғалатып келгенде байдың көңілі жай болсын. Ай жағынан қарасам, алтын терек орнасын, күн жағынан қарасам, күміс терек орнасын. Бөлшін бол, боз торғайдай төршін бол, бәйтектей бірлі бол, пайғамбардай нұрлы бол. Мұхаммед үмбет айтқан жарапазан, оразаң қабыл болсын ұстаған жан. Ораза айы келді ел жараңдар, бұл айдың фәзілеті кәлемда бар. Өлеңі жарапазан айы емес, бүгінге осылайша болған хабар. Құдайым мұсылманға несібе бер, күлгенмен ойнағанды кешіре көр. Күнәміз таудан өлкен тастан қақты, су сеуіп тозақ отын өшіре көр.